көжегім. Мақтаншақ қоян ертегісі. Орманда бір қоян өмір сүріпті. Ала жаздай сайраңдап, тоғайдағы жеміс жидектерді теріп жеген ол, қыс түсе қарны ашып, ауылға арпа ұрлауға барады екен. Бір күні ол ауыл шетіндегі тұратын шаруаның үйіне ұрлыққа келеді. Қорасына кірсе, қаптаған қоян. Ол мақтана бастайды. Сендер үйде тұрсандар қайтейін. Мен сендерден бәрібір артықпын. Менің мұртым мұрт, сендердікіндей емес. Ал табаным мен тістерім ше, сендердікі салыстыруға да келмейді. Мен ешкімнен қорықпаймын. Үй қояндары мақтаншақ қоянның қылығын қарға тәтелеріне айтып береді. Ол бөспе қоянды жазаламақ болып, іздеп тауып алады. Даңғой қоян шошып кетеді. Қарға тәте тиіспеші, мен енді мақтанып, елді мазасын алмайтын боламын. Солайды, босқа мақтанба. Елден ерекшелігінді бос сөзбен емес, ісінмен көрсет, дейді қарға. Арада біраз күн өткен соң, бірде қараса әлгі қарғаны иттер талап жатыр екен. Жаны ашып кеткен қоян құтқармақ болады. Иттердің назарын өзіне аударып, тұра жүгіреді. Қарғаны тастай салған иттер қоянды да қуа жөнеледі. Ол қашып құтылады. Қоянның ерлігіне риза болған қарға оған келіп жолығып: «Рахмет саған, сен мақтаншақ емес екенсің, мақтауға тұратын ер екенсің», деп ризашылығын білдіреді.